Бұл тарауда Абай оқуын аяқтап ауылына қайтады. Оны алып келу үшін әкесі Құнанбай қалаға өзінің көмекшілері Байтас пен Жорға Жұмабай деген кісілерді жібереді. Жол бойы Абай ауылына асығып, үлкендердің мазасын алады. Оның қайта-қайта алға озып кете беретініне екі ересек ештеңе айта алмай дегеніне көніп, өздері де жылдам жүруге мәжбүр болады. 3 күндік жолдың әсіресе соңғы күні қызықты өтті. Аттылар Есенбайдың жырасы деп аталатын ұрылар жататын жерге жақындағанда, үлкендер Абайға айтты: «Жанымыздан алыстама, мұнда қарақ шүкір, астыңдағы атыңды тартып алады», деді. Бірақ жас бала олардың айтқанын тыңдамай, алға қарай шауып кете берді. Баланың артынан шапқан Байтас пен Жұмабай одан адасып қалды. Бір кезде екеуінің артынан бетін орап алған бір атты шықты. Байтастан сәл қалып қойған Жұмабай артымызға түскен ұры болар деп абдырап қалды. Ол шоқпарын аламын дегенше әлгі атты мұның тымағын бетіне түсіріп, көзін жауып, шоқпарын тартып алды. Жұмабай қорқып кетті. Сөйтсе, ол Абай екен. Жұмабай баланың бұл қылығына қатты ашуланды. «Ұрылар жататын жерде мұндай жаман ырым бастауға болмайды», деп Абайға ұрсып берді. Абай біраз күлгеннен кейін Жұмабайдың Құнанбайға қадірі бар адам екенін есіне алып, оның үстіне әкесі өзі туралы теріс пікір білсе, оңбайтынын түсініп, одан бұл әрекеті үшін кешірім сұрады. «Ұйқашар болсын деген едім», деп Абай ақталды. Жұмабай оның кішіпейілдігіне риза болып, кешіргендей сыңай танытты. Мұның бәрін сырттай бақылап күліп тұрған Байтас қалжыңды іліп әкетіп, жолдастарына өзінің басынан өткен қызықты оқиғаларын айтып берді. Артынша үшеуі күліп ойнап ауылға қарай жарыса шапты.